В общем, 4 күннің ішінде маған бір видео, 30 августта салған бір видео $21.54 алып келді. Ол бізде 11.630 теңге. 4 күнде бір видео 11.630 теңге алып келді. Для начала жаман емес, короче. Енді қараңыз. Енді RPM, көп адамдар RPM сұрады. В общем, қараңыздар міне. RPM 0.01 деп тұр почему-то. Но достар, бірінші мынаны қарайық. 776 мың просмотр жинады, но 4 күнде. Соның подходящий просмотр 397 мың. Не подходящий 378 мың. Время просмотра меньше 5 секунд. И повторный просмотр одним и тем же пользователям 15%. В общем, бір адам екі рет көрсе, сол неподходящий болады екен мен түсінген бойынша. Сосын так. Время просмотра меньше 5 секундтан аз көрген 34%, тоже оны неподходящий қылдырады, короче, түсінген бойынша. 1% лентадан рекомендациядан емес көрген. Ойбай, пользователи поставили дизлайк видеомен, сосын түсінбеймін мен. TikTok'та дизлайк деген жоқ қой. Қайдан шығарып алады дизлайк? Коэффициент досмотра видео. Новенький русскоязычный контент қой. Региональное распределение Украина, Германия, Соединенные Штаты. Понятно. Так, снова TikTok аккаунттың. Жаңағы мына TikTok аккаунтқа 3 видео салынған. Соның доходы $25.81 дейді мына. Бір күнде 16, әжде бір күнде $6.12 түскен бір күнде. Одан кейін $9.19. Одан кейін $10.17. В общем, доход өсіп жатыр. Достар, көрдіңіздер ма? Мына 3 күнде $25.81 таптым. Нормально. Так, достар, менің екінші TikTok аккаунтым. Бір күн, 2 күн, 3 күн. 3 күнде $7.31 түскен. $7.31. Сонда, в общем, доходты қосып жүрсек, қазір бізде қанша в целом 2 TikTok аккаунттан қанша теңге тапқанды санап. В общем, мінекей достар, бірінші аккаунттың табысы, екінші аккаунттың табысы общий $33 екен. Сонда қараймыз, $33. Мен сонда 3 күнде 17.818 теңге тауыппын. TikTok'тан 2 күнде 17.818. Это бастапқыға, былай айтқанда, жаман емес бар ғой. Жаман емес, нормально. Аппетит просыпается во время еды. В общем, все. Ешқашанда TikTok монетизациядан ақша таппаған адамға нормальный нәтиже деп ойлаймын. Ең бастысы адамның аппетитін ашып алу ғой. Менде аппетит ашылды, и сондықтан дальше больше топим дальше. Негізі TikTok'тан монетизациядан ақша табу деген оңай екен, достар. Неге? Өйткені мен просто YouTube бар ғой. YouTube Shorts мысалы ше. YouTube'ты Shorts'тан аламын да, бір видеоларын алам, кішкене уникализация қосам, более-менее авторский қылдырып. И сосын TikTok'қа салам. И сол бір видео салуға менде 5 минут кетеді, монтажымен и выкладывать ету 5 минут кетеді. Мен мынау бірінші аккаунтқа мен 3 видео салдым, екінші аккаунтқа 3 видео салдым. Бұлар монетизациясы қосылған, оның подписчиктен асқан TikTok аккаунттар. И, в общем, 3 күнде менде осындай сендерге көрсеткендей табыс болды. Енді сендерге егерде осы TikTok монетизация жайлы сендерге қызық болса, маған жазыңыздар. Егерде мысалы желающий адамдар көп болса, мен сендерге қол жетімді қылдырып, мынандай мини-курс жасап бере аламын. Именно бұл бар ғой, шынымен бір какой-то глюк на деньги. Мен өзім YouTube'пен айналсам, американский YouTube'пен, и американский YouTube'тан қарағанда, TikTok монетизация, мен салып атқан русскоязычный TikTok монетизация, бұл деген енді реально глюк на деньги. Вот реально айтам сендерге. Бұл настолько оңай, не паришься, просто бір видеосын аласың, кішкене уникализация қосасың, саласың мәсаған. Мен салам, таңертең тұрам, қарайым, қаншама комментарий, просмотрлы кетіп атады бар ғой. Если бы я это раньше знал бы, я, наверное, TikTok миллионером, миллиардером стал бы. Сондықтан, егерде қызықты болса, маған жекеге осы TikTok'қа жазыңыздар, немесе маған мен Instagram парақшам china.krg деген. Маған Instagramға жазыңыздар. Сендерге сразу айтып қояйын, егерде сендер тупо
YouTube Shorts'тан TikTok'қа видео салсаңдар, монетизированный аккаунтқа, сендерге дисквалификация келеді, то есть не подлежит монетизации деген. Сендерге 5 дисквалификация келсе, монетизацияны 30 күнге өшіріп тастайды. Соны ал менің методикамен вообще 100% дисквалификация келмейді, потому что мен уникализация жасаймын, авторский қылдырып, то есть оған никак дисквалификация келе алмайды. Это уже опробованный метод, өзім қаншама эксперимент жасап істеген, в общем. Сондықтан менің методым прям кәдімгідей былай айтқанда глюк на деньги деп айтса да болады, оңай ақша. Оңай ақша, ешқандай контент создавать етіп қиналып отырмайсың, копировать, ставить просто с малой уникализацией.